Сәлеметсіздер ме? Жанмұхамед орта мектебінің ата-аналар, ұстаздар және оқушылар. Сіздерді 2020-2021 оқу жылында мектебіміздің кітапханасына келген жаңа әдеби кітаппен таныстырамын. Бұл кітап «Даналық әліппесі», инновациялық сөйлейтін қаламы бар кітап. «Даналық әліппесі» 12 кітаптан құралған. Атап өтсек, қобыз үні, домбыра күйі, бесік жыры, халық әні, халық аңызы, халық ертегісі, халық тағылымы, халық жыры, нақыл сөз, билер сөзі, аталар сөзі, бабалар батасы деген 12 кітаптан құралған. Кітапты сақтау ережесі кітаптағы мәтінді дыбыстауға арналғандықтан, оларды басқа мақсатта қолдануға болмайды. Мәтіндер қалам тигізу арқылы дыбысталғандықтан, өшіруге, бояуға, тағы басқа түрлерде зақымдауға болмайды. Кітап пен сөйлейтін қалам арнайы қорапта сақталуы тиіс. Бұл кітап «Даналық әліппесі» бізге жалғыз дана келгендіктен, кітап тек қана кітапханада сақталынады. Ал сіздер кітапханаға келіп оқи аласыздар.